билік айтылатын күн деген нәрсе бар ғой. Билік айтылатын күнде. Өзіңіз ойлаңызшы, әрбір адамның нақты бағасы берілетін күнде. Біз бүгін айтамыз ғой, бүгін біреу сізді көп мақтап атса, ол әлі белгісіз не болып жатқаны, қай жаққа баратқанымыз белгісіз да. Бірақ яумул фасл деген, билік айтылатын деген күн, ол күні нақты баға беріледі әркімге. Сол баға ғана шешеді да. Оны Алла Тағала береді. Оны Алла Тағала ғана шешеді да. Сондықтан осы дүниеде біз не үшін айтамыз? Алла Тағаладан шама келгенше қорқу керек, абайлау керек. Неге? Өйткені ол ғой бағаңды беретін ертең. Түсінесіз ба? Бұл сондай бір күн, құрметті жамағат. Мысалы, егер осы дүниеде әркімнің бір ісіне араласып тиісе берсең біреуге, тиісе берсең, бүйтіп кете берсең, шұқи берсең деген нәрселер болады ғой, мазалай берсең. Өзіңіз ойлаңыз. Кім кепіл болады Алла Тағаланың сізге тиіспеуіне? Егер де сіз қаласаңыз, қиямет күні Алла Тағаланың сізге тиіспеуіне, онда сіз бұл дүниеде ешкімге тиіспеңіз. Солай. Ешкімге, мынауың немене, анауың нетіп басаш, мынауың сөйтіп басаш деген андай көбінесе өзі ұрысқақтық өмір өзі сол ғой. Егер де қиямет күні Алла Тағала маған тиіспесе екен десеңіз, ешкімге тиісе бермеңіз. Қашан біз тиісеміз, құрметті жамағат? Тиіскенде бір жаман адам болып тиіспейміз біз кейде. Біз правильный адам болып тиісеміз. Өте правильный болмаңыз. Өте правильный өзіңіз үшін болыңыз да. Бірақ біреу үшін болмаңыз. Мысалы, бүгін бір ораза ұстасаң, неге ұстамайсың деп айтпаң, қатты мазалай берме адамға. Өйткені өзіңдікін Алла үшін ұстамаған сияқты жібересің. Алла үшін құнды істеп атқан құлшылығыңды бағаласаш. Таңертеңнен кешке дейін мысалы істеп атқандай нәрсе. Сол секілді әркімге сондай мазалап, ана жерің былай деп. Мысалы, бір Құран оқып отырады, бір адам мысалы тілі келмей жатады, қайта-қайта қиналып жатады. Қате оқыдың ғой, неме қате оқи бересің деп. Өте правильный болмаңыз ешқашан. Әркімге Алла Тағаланың белгілеген шамасы бар. Ақылының дәрежесі де белгіленген. Ойлаңыз, әркімнің ақылы сіздікіндей болмайды. Сол үшін Алла Тағала қияметте, сотта қиямет күні Аллах Тағала адамдардан ақылының дәрежесіне байланысты есеп жүргізеді дейді да. Көрдіңіз? Соқтан әркімге белгіленген шама бар, әркімге белгіленген жігер бар. Біреудің жігері сіздікіндей болмауы мүмкін мысалы. Соқтан өте правильный бола бермеңіз адамдарға. Өйткені сіз өте правильный бола берсеңіз, Алла Тағала сізге өте правильный болып қалуы мүмкін да. Ол деген жақсы нәрсе емес. Бізге Алланың рахымы керек. Пайғамбарымыз сол үшін айтады: Раббым, маған әділ болшы деп ешқашан дұға тілемеңдер деген. Әділ болшы деген сөз маған дәл өте правильный деген мағынада бол деген сөз да. Егер өте правильный, әділ болшы десең, құртып жібереді дейді. Соқтан рахым етші деген нәрсе керек. Керек па Раббымыздың рахымы қияметте? Керек па оның кешіруі? Керек па оның жасыруы? Тура осы мәмілені адамдарға жаса. Сол амалені жасап жүруің сенің шын мәнінде қияметіңнің жағдайын шешіп отқаныңның көрінісі. Әйтпесе құр теория болады да. Қарыз ғой. Міне, билік айтылатын күн. Андай дәрежеде Алла Тағала жасайды екен. Мә ядхулул жәннәті ахадун илля урия лаку мақадуху финнари лау асаа лияздада шукран дейді. Қараңыздаршы. Ешбір адам жәннатқа кіріп кетпейді дейді. Қараңыз, пайғамбар сасымен айтады. Тозақтағы орнын Алла Тағала көрсетпейінше дейді. Лау аса, егер де мен саған рахым етпей, жамандықтар істеп қойғаныңда, осы жаққа кетіп қалуы мүмкін еді депті. Не үшін көрсеткенде қандай сезім пайда болады дейді мүминде? Лиязда да шукран, Аллаға деген шүкірлігі тасып кету үшін дейді. Сонда аузынан андай сөз шығады дейді: лаула анналлаха хадани, егер Алла мені жолға салмағанда бітетін екем ғой деп. Вама ахадун ядхулун нара илля урия лаху мақадуху фил жанна лау ахсана ликай яздада хасратан дейді. Сондай-ақ тозаққа кіретін адам кірмейді, жәннаттағы орны көрсетілмейінше деген. Лау ахсана, егер де жақсырақ істегенде, пайғамбарды тыңдап, ақылын дұрыс қозғап дегенде мәселелер. Не үшін оны көрсетеді дейді? Лиязда да хасыратын, қайғы қасірет, өкінішті арттыру үшін дейді.
кінәлі өзіңсің деген мағынада. Міне, бұл нәрселер адамды ойландыратын, жаңағы осындай өзінің бір жағдайын Аллаға қарай дұрыстауға итермелейтін хадистер. Бұның барлығы сол билік шешіледі, көрдіңіз ғой. Алла тағаланың рахымы керек бізге, құрметті жамағат. Рахымы өте керек та. Өте керек. Бір сәтің аман болмай қаламыз біз, Алланың бізге деген рахымы болмаса да. Бір сәт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі мынандай дұға жасайды: Аллахумма аслих ли ша'ни кулла. Аллахым, менің бүкіл істерімді жөнге келтіріп берші. Ва ла такилни иля нафси тарфата айнин. Қараңыздар, мені мына жаныма дейді, нәпсіме қас қағым сәтке де тапсырмашы деген, қараңыздар. Қас қағым сәтке тапсырмашы. Ең таза, мысалы айтайық, сондай құл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай нәрсені айтып жатса, бізге қанша рет сақтану керек күніне? Соқтан неғұрлым тиіспейсің, соғұрлым сақтануға мүмкіндік жасайсың өзіңе. Фаин кана лакум кайдун факидун. Міне бүгін билік айтылатын күн деп айтады екен Алла Тағала. Сендерді де, әуелгілерді де барлығын жинап әкелдік деп айтады екен. Сосын жаңағы кәпірлердің барлығынан мындай сөз айтылады екен. Фаин кана лакум кайдун. Егер де амал шараларың болса, қараңыздар, дүниеде небір қулықтар істеуші едіңдер ғой деп отыр ғой. Неше түрлі тәсілдер жасайтынсыңдар, мұсылмандарды қинағансыңдар деген, сахабаларды қинады, пайғамбарымыздың үстіне жуынды төктіңдер, жолын байладыңдар, неше түрлі істедіңдер. Дәл сондай нәрселерің бар болса, қазір істейтін. Істеңдер маған дейді екен Алла Тағала. Қараңыздар. Ештеңе істей алмайды ғой, бітті ғой. Бітті. Түзетуге келмейтін жағдай. Алла Тағала айтады: егер сондай амал құлықтарың, сұмдықтарың, амал шараларың, тәсілдерің, неше түрлі нәрселерің болса, кәнеки, қараңыздар, факидуни деп жатыр, кәнеки істеңдер маған деп айтады екен Алла Тағала. Уайлун. Осындай сөздерге дейін ұқпаса, онда ойбайлайтын азап болады ертең, өтірікке шығарғандардың барлығына дейді. Міне сөйтіп Алла Тағала осындай ескерту аяттарын айтып болғаннан кейін мұсылмандардың жүректеріне, мұъмин құлдарының жүректеріне мына аяттарды сыйлайды. Қараңыздар, аузу биллахи минаш шайтан. Иннал муттақина фи зилалин ва гуюн. Қараңыздар, жаңа ан жақта көлеңке туралы айтылды ғой. Қиямет, махшар деген нәрседе керек болады көлеңке. Махшардан бастап көлеңке деген нәрсе адам зар илететін нәрсе болады да. Қиын жағдайда ол. Сонда ата айтады: сөзсіз тақуалық қылғандар деп жатыр, қараңыздар. Абайлағандар Раббысынан. Ей құлым дегендер, Раббым дегендер. Қараңыздар. Міне солар физилалин. Олар көлеңкелердің астында болады дейді. Қараңыздар. Сыйлайды ады. Көлеңкелердің астында болады. Сосын бұлақтардың басында болады дейді. Қараңыз, көлеңке, бұлақ. Міне Алланың рахымы қандай. Міне билік, жаңағы сот немен аяқталып отыр. Мүминдердің жағдайы. Вафавакиха мимма яштахун. Сондай-ақ көңілдері қандай бір жемістерді қаласа, сол жемістермен қызықтайды, сол жемістерді қызықтаумен болады дейді. Ана жеміс деген жемістер бірінен бірі өткен жемістер. Әрдайым оларға бір жеміс әкелінсе алдына, қараңыздар, соны жейді. Сосын тағы бір жеміс әкелінген кезде, мынау жаңаға ұқсайды ғой дейді екен. Түрі. Сен жеп көрсеш деп айтады екен оған. Жеген кезде дәм мүлде ұқсамайды. Қараңыз. Ва уту бихи муташабиха. Түрі ұқсағанмен іші бөлде бөлек. Қараңыз, жәннат деген. Шексіз ол. Сондай нәрсе кім істей алады? Шексіз. Мысалы біздің бір 2-3 жемісті әкелуіміз мүмкін, біріміз нан жеп көрші, нан жеп бітті, одан кейін жоқ. Ол келе береді. Уту бихи муташабиха. Ұқсайтынына келе береді. Дәмі бөлек ажырай береді. Дағуахум фиха. Сонда дұғалары ғой, Алла айтады. Ондағы айтатын дұғалары субханакаллахумма. Қараңыздар. Кейін басқа нәрсені жаңағындай қараңыздар. Жаңағы нығметтер қандай сөзді айтқызып жатыр да? Басқа сөзді айтқызбайды. Субханакаллахумма. Бір-бірін көре қалса, ва тахиятун фиха салам. Ассаламу алейкум. Қараңыздар. Сосын әңгімелер аяқтап болған кезде уахиру дағуахум анилхамдулиллахи роббил аламин. Жәннат. Барлық мақтау Аллаға тән. Жәннаттың іші сондай бір нәзік өмірді.
адамның көңілі үшін жаратылған нәрсе ғой, қараңыздар да. Бұл дүниеде көңіліңді кішкене тыя тұр дейді, мен үшін сабыр ет. Мен қаламадым саған мынандай нәрселерді, бұл дүниеде мынандай нәрселерді қаладым. Осы мектептен өтіп берші деп жатыр ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Юта би анғуми ахли дуния мин ахли нари яумал қияма." Қиямет күні дейді, тозақтықтардың біреуін алып келеді дейді. Ол қандай біреу деген кезде, осы дүниеде дейді, одан ешкім артық нығмет көрмеген дейді. Нығметтердің ең кереметін көрген бір тозақтықты алып келеді дейді да. Фаюқолу айтылады дейді. Игмисуху финнари гумсатан фаюгмасу фиха. Тозаққа бір сұғып алып шығыңдаршы дейді екен Алла. Періштелер жаңағы неге бір сұғып алып шығады екен. Фаюқолу, сосын айтылады дейді оған. Қараңыздар. Хал раайта хойран қат, хал марра бика нағимун қат. Сен өміріңде бір жақсылық көрдің ба деп айтады екен, қараңыздар. Сенің өміріңде басыңнан бір жақсылық, бір нығмет өтті ма деп айтады екен да. Сондағы жаңағы кісінің айтатын сөзі фаяқулу ла валлахи, жоқ, валлахи деп айтады екен. Я Rabbi, ма раайту хойран қат. Ешқашан жақсылық көрмеген деп. Қараңыз, дүниені өшіріп тастады да. Чип өшті. Сезім. Енді тек қана жаңағы нәрседе. Уайута, сосын алып келінеді дейді. Би ашаддил муъминина дурран ва балаан кана фи дуния. Осы дүниеде дейді, басынан ең қатты қиыншылықтар өткен, ең көп зиян көрген бір муъминді алып келеді дейді. Фаюқолу, періштелерге айтылады дейді. Игмисуху фил жаннати гумсатан фаюгмасу фихи. Жаннатқа бір кіргізіп алып шығыңдаршы деп. Мына ғомса деген сөз, құрметті жамағат, тез нетілетін нәрседе. Ол ақыретте ол қалай істеледі? Ол жаңағы мен көрсеткен нәрсемен де емес ол. Ол сұғып алып шығады періштелер болды. Олардың әрекеті қандай? Содан айтылады дейді оған. Хал раайта бусан қат. Сен осы өмірде зиян көрдің ба? Бір қиыншылық көрдің ба? Шидда, ауытпашылық көрдің ба деген кезде ла деп айтады екен. Көрмедім, валлахи айтам деп айтады екен да. Я Rabbi, ма раайту бусан қат ва ма раайту шиддатан қат дейді. Ешқандай ауыртпашылықта көрмеген. Бітті дүние. Дүние сол нәрсемен аяқталады. Сұғып алғанмен дүние жоқ болды. Тек қана жаңағы жәннат екен. Ана жақта сұғып алған кезде тозаққа болды. Дүние жоқ, тек қана тозақ болады екен да. Алла тағала істейді осы нәрселерді да. Өзіңіз ойлаңыз қандай мәселелер. Мен сөйтіп тақуалар жәннатқа кіретін кезде, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, ати бабал жәннати. Жәннаттың есігіне келем дейді мен. Фастафтиху. Ашылуын сұрайым дейді. Қам дейді оны. Фаяқулул хазину. Сол кезде жәннаттың періштесі айтады дейді. Мән анта, сен кімсің деп. Фақулу Мухаммадун. Мен айтам дейді, мен ғой Мұхаммед деп. Бика умирту. Тек саған ашуымды бұйырған еді Раббым депті, қараңыздар. Уәлә афтаху ли ахадин қаблака. Мұхаммедтен бұрын ешкімге ашпа деп айтқан еді дейді Раббым. Міне, пайғамбар салсам, бізге Алла тағаланың сыйлаған үлкен тұлғасы да, шаман келгенше өзіңнің әрбір мінезің, жүріс тұрысың, құрметті жамағат. Кім қандай жаңағы жүріс тұрысын, мінезін, сол кісіге қарай идеалың қайталанбас. Ешкім ондай дәрежеде идеал боламайды. Ешкім ондай дәрежеде дүниеде болсын, ақыретте болсын, аман алып қаламайды, құрметті жамағат. Ол ерекше тұлғада. Сол тұлғаға шаман келгенше өмір баянын оқып, шаман келгенше ұқсауға тырыс, сол кісі қаққан кезде артынан кіріп кететін дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Міне жәннат туралы айтылып жатқаннан кейін жаңа жемістерді беріп жатқан кезде қараңыздаршы, Алла тағала жемісті беріп жатқаннан кейін андай сөзді айтады екен. Кулу вашрабу. Жеңдер, ішіңдер. Яғни жей қойыңдар, іше қойыңдар, сіңімді болсын деп айтады екен. Қараңыздар. Сіңімді болсын. Бима кунтум таамалун. Істеген амалдарыңа сай деп. Мұъмин шамасы келген амал істеді да. Түсінесіз ба? Шамасы келген амалдарын істеді. Соның өзін Алла тағала себеп қылып тұр ғой, ана сөйлеген кезде да. Көрдіңіз ба? Адамның жасаған амалын шаман келгенше. Сондықтан бір салиқалы амал істесеңіз де, ол мысалы айтайық,
соны жоғалтып алмау керекпіз да біз. Сол қайталанып тұру керек аз болса да. Инна казалика нарзил мухсинин. Міне, әрбір істі жақсылап істейтіндерді біз осылай жарылқаймыз дейді. Сөйтіп жаңа тозақ туралы айтылды, жәннат туралы айтылды. Өйткені Аллах тағала қияметтің сотында жаңа өзі айтқандай, афаман кана муъминан каман кана фасиқа ла ястауун. Муъмин болған адам, пасық болған адаммен бірдей бола ала ма? Ешқашан бірдей болмайды дейді. Ва аммаллазина аману ва амилус солихати, иман келтіріп амал істегендер, салиқалы амал істегендерді фалахум жаннатул мауа, оларға дейді сондай мәңгі пана болатын жәннаттарда береміз дейді.